Тоқтаңыз. Егер сіз жасым 50-ден асты, қан қысымым 160-тан түспейді, бұл қалыпты жағдай деп өзіңізді алдап жүрсеңіз, сіз өз еркіңізбен баяу іске қосылатын бомбаның үстінде отырсыз. Бұл жай ғана цифрлар емес. Бұл сіздің тамырларыңыздың жарылуға қалған соңғы дабылы. Статистикаға сүйенсек, жоғары қысымы бар ер адамдардың 80% шын мәнінде гипертоник емес. Олар ағзасындағы жасырын қабынудың, магний аштығының және тамырды іштен жеп жатқан инсулиннің құрбандары. Әйелдер үшін бұл тіпті қауіпті. Көптеген әйелдер климакс кезіндегі қысымды гормон ғой деп елеусіз қалдырады. Бірақ білесіз бе, инсульт пен инфаркт әйелдерде ерлерге қарағанда сирек болғанымен, оның салдары әйел ағзасы үшін әлде қайда ауыр және өлім көрсеткіші жоғары. Сізді ішіп жүрген дәріңіз себепті емдемейді. Ол тек өрт сөндіруші рөлін атқарып, нағыз мәселені бүркемелеп қояды. Неге көршіңізге көмектескен дәрі сізді өлтіруі мүмкін? Себебі гипертонияның 3 түрі бар. Біреуіне бүйрек кінәлі болса, екіншісіне тамырдың тас болып қатуы, кальциноз, ал үшіншісіне созылмалы стресс пен апноэ кінәлі. Оларды бірдей таблеткамен емдеу құмға су құйғанмен тең. 75 жастағы ақсақалдардың 20% ешқандай дәрісіз қысымы қалыпты болып жүр. Олар сиқыршы емес, олар тек өз ағзасының баптауын таба білгендер. Егер сіз таңертең ісініп оянсаңыз, түнде қорылдасаңыз, немесе бел айналаңызда артық май болса, сіздің мәселеңіз жүректе емес, метаболизмде. Бүгін мен Мирас Ерланұлы медицинадағы стандартты алып тастап, сіздің қан қысымыңызды түбегейлі қалпына келтіретін әдісті айтамын. Бұл жай ғана кемес емес, бұл сіздің қан тамырларыңыздың жаңа өмірі. Гипертония бұл жай ғана жоғары қысым емес, бұл ағзаның іштен қирауы. Ем қонбауының басты себебі, біз себебін білмей салдармен күресеміз. Шын мәнінде, гипертонияны 3 негізгі типке бөліп қарастыру керек. Бірінші тип – икемсіз тамырлар. Бұл тамырлардың серпімділігін жоғалтуы. Сау тамырдың ішкі қабаты эндотелий, тефлон сияқты тегіс болуы тиіс. Бірақ қанттың көптігі, темекі, потыққан майлармен созылмалы күйзеліс бұл қабатты тырнап білдіреді. Нәтижесінде зақымдалған жерге холестерин жиналып, тамыр қабырғасы қатайтады. Белгілері: жоғарғы систолалық қысым өте жоғары, 160-170. Ал төменгісі диастолалық қалыпты немесе тым төмен, 60-65. Айырмашылық 60-тан асады. Қысым кешке қарай көтеріледі. Қол-аяқ үнемі мұздап жүреді. Құлақта монотонды шу болады. Мұндай жағдайда тек бета-блокаторларды шу үлкен қателік. Жүрек баяулайды, бірақ тас болып қалған тамырлар босаңсымайды. Салдарынан ми мен бүйрекке қан жетпей, адам әлсіреп, бас айнала бастайды. Екінші тип – метаболикалық тұзақ. Бұл дұрыс тамақтанбаудың тікелей зардабы. Жылдар бойы тез қорытылатын көмірсуларды тұтыну ағзаны инсулинге тұншықтырады. Инсулин тым көп болса, бүйрекке натрийді, яғни тұзды шығармай ұстап тұруға бұйрық береді. Тұз суды тартады, қан көлемі артады, қысым амалсыз көтеріледі. Белгілері: бел айналымы 102 сантиметрден асады. Тамақтан соң 1 сағаттан кейін қысым секіреді, бет қызарады, адамды ұйқы қысады. Түнде дәретханаға 2-3 рет тұру осы типтің басты белгісі. Бұл жағдайда тек диуретиктерге, яғни зәр айдағыштарға сүйену қауіпті. Сұйықтық кетеді, қысым түскендей болады, бірақ инсулин мен қан алмасуы одан сайын бұзылады. Кейбір диуретиктер диабет қаупін 20%-ға арттырып жібереді. Үшінші тип – жүйке жүйесінің істен шығуы. Ағзада 2 педаль бар. Газ – симпатикалық жүйе, қысымды арттырады, және тежегіш парасимпатикалық босаңсытады. Егер газ кептеліп қалса, ағза үнемі айқас немесе қаш режимінде болады. Бұған созылмалы ұйқысыздық, ақпараттық шаршау және ұйқы апноэсі, түнде тыныстың уақытша тоқтауы себеп болады. Белгілері: қысым себепсіз кенет секіреді. Таңертең 130 болса, 1 сағаттан соң 170. Пульс тыныштықта 80-нен жоғары. Ұйықтар алдында ойлар мазалап, алақан мен табан терлейді. Бұл типте тамырды кенет кемейтетін күшті дәрілер, вазодилататорлар рикошет эффектісін береді. Қысым түскендей болғанымен, есеңгіреген жүйке жүйесі одан да көп адреналин бөліп, қысымды бұрынғыдан да жоғары етіп шығарады. Дәрігерге бармай, өз гипертонияңыздың түрін анықтауға болады. Ол үшін бізге тек секундтық тілі бар сағат немесе таймер қажет. Ол үшін орындыққа жайғасып, 5 минут бойы ештеңеге алаңдамай тыныш отырыңыз. Пульсіңізді өлшеңіз. 30 секунд санап, нәтижені 2-ге көбейтіңіз. Бұл сіздің тыныштық пульсіміз. Содан кейін асықпай орныңыздан тұрыңыз. 1 минут тік тұрып, пульсті қайта өлшеңіз. 2 нәтижені салыстырыңыз.
Егер нәтижесінде пульс 5-10 соққыға ғана жиіледі, бұл сіздің жүйке жүйеңіз бен тамырларыңыздың жүктемеге бейімделу қабілеті жақсы деген сөз. Яғни, сау жүйе. Егер пульс 15-20 соққыға немесе одан да көпке артып кетсе, бұл сіздің газ педаліңіздің кептеліп қалғанның белгісі. Ағза, тіпті жай ғана орнынан тұруды қатер деп қабылдап, адреналинді шектен тыс бөліп жатыр. Яғни, екінші тип. Егер пульс өзгермесе, тіпті азайып кетсе, немесе басыңыз айналып, көзіңіз қарауытса, бұл тамырлардың қатайып кеткенін білдіреді. Олар қан ағысын жылдам реттеп, миға қан айдап үлгермей жатыр. Бұл икемсіз тамырлар типі. Кейде біз ең қымбат дәрілерді ішіп жүріп, өз қолымызбен қысымды көтеретін жағдайлар жасаймыз. Сіздің қысымыңызды көтеретін 3 жасырын жау бар. Бірінші жау. Жасырын тұз. Сіз тұздықты, тұздалған қияр жемеуіңіз мүмкін, бірақ тұз сіз күтпеген жерде тығылып жатыр. Мәселен, 2 тілім шұжық қосылған бутербродтың өзінде 4 грамм тұз бар. Ал гипертониясы бар адам үшін тәуліктік норма небәрі 5-6 грамм. Тұз нағыз су сорғыш. Ол тамырдың ішіндегі сұйықтықты ұстап тұрады. Қан көлемі артады, ал тамыр сыймаған соң қысым амалсыз көтеріледі. Тұзды артық жеген соң 6-8 сағат ішінде қысым 5-11-лікке бірден жоғарылайды. Екінші жау. Кешкі көмірсулар. Инсулин соққысы. Ақ нан, қант, макарон, картоп немесе күріш – бұлар тез көмірсулар. Егер сіз күндіз белсенді қозғалсаңыз, ағза оларды энергия ретінде жағып жібереді. Бірақ кешкісін белсенділік азайғанда бұл қант тікелей қанға түседі. Қандағы қантты түсіру үшін ағза қуатты инсулин бөледі. Ал инсулиннің бір қасиеті ол бүйрекке тұзды шығарма, ұстап қал деп бұйрық береді. Белгілері. Таңертең қысым жоғары, беті қолымыз ісіңкі, сақина саусаққа сыймай қалады. Бұл кәрілік емес, бұл кешегі кешкі астың зардабы. Үшінші жау. Ұйқыдағы қысым. Мелатонин бұл тек ұйқы гормоны емес, ол тамыр тонысын реттейтін басты дирижер. Сау адамда ұйқы кезінде қысым 10-15%-ға төмендеу керек. Бұл медицинада түнгі дип деп аталады. Бұл жүрек пен тамырдың демалатын жалғыз уақыты. Телефон немесе теледидардың көгілдір жарығы мелатонин өндірісін 85%-ға дейін тежейді. Егер экранға қарап ұйықтасаңыз, сіз нон-дипперге түнде қысымы түспейтін адамға айналасыз. Жүрек пен тамыр 24 сағат бойы демалыссыз жұмыс істейді. Егер таңертеңгі қысымыңыз кешкі қысымнан жоғары болса, бұл экранның әсері. Егер сіз осы 3 жауды тізгіндесеңіз, дәрінің дозасын азайтуға немесе одан мүлдем құтылуға мүмкіндік аласыз. Бұл өтірік әңгіме емес, бұл физиология. Егер біз зиянды әдеттерден бас тартсақ, бұл тек қорғаныс. Ал мына 3 одақтасты қоссаңыз, бұл нағыз ем. Олар тамырларыңызды іштен емдеп, жүйкені тыныштандыруға көмектеседі. Бірінші одақтас. Калий мен натрий ағзада таразы сияқты жұмыс істейді. Натрий суды жинаса, калий бүйрекке. Сол артық натрий мен суды айдап шығуға көмектеседі. Калий жетіспесе, қысымды түсіру мүмкін емес. Кепкен өрік. Орысша атауы курага. 100 граммында 1000 миллиграмм калий бар. Бұршақ тұқымдастарының 100 граммында 1100 миллиграмм калий бар. Шпинат пен бананда 500 миллиграмм шамасында калий бар. Кеңес. Таңертең 3-4 кепкен өрікпен бір банан жесеңіз, тәуліктік норманың 3/1-ін бірден жабасыз. Маңызды ескерту. Бүйрек жеткіліксіздігі бар жандар калий мөлшерін дәрігермен кеңесіп барып реттеуі тиіс. Екінші одақтас. Магний. Табиғи релаксант. Магний тамыр қабырғасындағы бұлшықеттерді босаныстып, олардың икемділігін қалпына келтіретін басты элемент. Ол электрик мәселесін шешеді, жүйкені тыныштандырып, ұйқыны тереңдетеді. Өкінішке қарай стресс пен кофеин магнийді ағзадан тез жуып шығарады. Асқабақ тұқымы 100 граммында 500 миллиграмм, қарақұмық, орысша гречка және қара шоколадта 200 миллиграмм шамасында магний бар. Егер тағаммен магнийді толтыра алмасаңыз, ұйықтар алдында 300-400 миллиграмм магний тыстыратын немесе глицинатын ішіңіз. Бұл таңертеңгі қысымның қалыпты болуына кепілдік береді. Үшінші одақтас. 5 минуттық тыныс жаттығуы. Бұл сиқыр емес, физиология. 2020 жылғы кардиологиялық зерттеулер көрсеткендей, күніне 2 рет жасалатын баяу тыныс алу қысымды түсіруде дәрмен бірдей әсер береді. Минутына 6 цикл. 5 секунд терең дем алу, 5 секунд баяу дем шығару. Демді ұзақ шығарғанда біз кезеген жүйкені оятамыз. Бұл ағзаның ішкі тежегіші. Сіз тыныс арқылы жүйке жүйесінің газ педалін босатып, қысымды өз еркіңізбен төмендетесіз.
Нәтижесінде 6 аптадан соң жоғарғы қысым орта есеппен 9 бірлікке, төменгісі 5 бірлікке түседі. Тек 10 минут уақытымызды бөлу арқылы. Таңертең, күн, кеш. 24 сағаттық қалпына келтіру жоспары. Бұл жай ғана кеңес емес. Бұл сіздің тамырларыңызды қайта жүктейтін нақты алгоритм. Таңертең. 300 мл жылы су. Ояна салып, таңғы астан бұрын ішіңіз. Түнде ағза 500 мл-ге дейін су жоғалтып, қан қоюланады. Су қанды сұйылтып, жүректің жұмысын жеңілдетеді. 6 циклді тыныс. 5 секунд дем алу, 5 секунд дем шығару. Барлығы 5 минут. Бұл таңертеңгі адреналин фонын басып, қысымды 1-ден 5-10 бірлікке түсіреді. Ақ уызды таңғы ас. 2 жұмыртқа мен 4 кепкен өрік және 1 уыс асқабақ тұқымы. Ақуыз қандағы қантты 5 сағатқа тұрақтандырып, инсулиннің секіруіне жол бермейді. Күндіз. Түскі астан соң 20 минут жаяу жүру. Жүгірмей, жай басып жүріңіз. Бұл бұлшықеттерге қандағы артық қантты инсулинсіз-ақ жағы жіберуге көмектеседі. Изометриялық жаттығу. Теннис тобын немесе жұдырығыңызды 30 секунд барынша қатты қысып, сосын 30 секунд босатыңыз. Әр қолмен 4 рет қайталаңыз. Бұл тамыр эндотелийін жаттықтырып, тамырды босаңсытатын азот оксидін бөледі. 1 литр таза су. Күні бойы бөліп ішіңіз. Шай мен кофе есептелмейді. Су қанның тұтқырлығын төмендетеді. Кеш. Демалысқа дайындық. Ұйықтар алдында 3 сағат бұрын ас ішпеу. Кешкі ас тек ақуыз бен көкөністен балық, тауық, салат тұруы тиіс. Нан, картоп, тәтті шай, түнгі инсулин бомбасы. Олар таңертеңгі ісінумен жоғары қысымның басты себебі. Экрансыз сағат. Ұйқыға 1 сағат қалғанда телефон мен теледидарды өшіріңіз. Мелатонин кедергісіз бөлінсе, ұйқы кезінде қысым 10-15%-ға табиғи түрде төмендейді. Кешкі магний. 300 мг магний цитраты немесе асқабақ тұқымы. Бұл жүйке жүйесінің тежегішін басып, таңертең сергек оянуға көмектеседі. Егер протоколды 4 апта бойы мүлтіксіз орындасаңыз да, қысым тұрақты түрде 150-95-тен жоғары болса, тереңірек диагностика қажет. Тексерілу тізімі. Қандағы қант, инсулин, креатинин, калий, липидті профиль және қалқанша без гормондары. СМАТ, яғни тәуліктік мониторинг және ұйқы апноэсін тексеру. Есімізде болсын. Жоғары қысым бұл жас емес. Бұл ағзаның дұрыс жұмыс істемеуі. Себебін тапсаңыз, нәтиже міндетті түрде болады. Дәрігер Мирас каналына жазылыңыз. Сау болыңыздар. Тамырыңыз серпінді, жүрегіңіз мықты болсын.